сникерстерді салыстыруды жалғастырамыз. Бүгін сникерс пен пломбир сникерсін салыстырамыз. Қараңыздар, пломбир дәмі мен сникерс. Ограниченная серия. Қалайша қалай болады? Шектеулі серия ма? Комментария жаза кетіңіздер. Салмағы 80 грамм екен, көрейік. Тура 81 шықты. Дұрыс. Бірақ ақ сникерс пен орман жаңағы 84-85 шыққан еді. Қарапайым сникерс, екеуі ұзындығы тоқсамайды. Екеуі ұзындығы бірдей екен. Сәл мөш кішілеу көрінеді, бұл сәл ұзындау. Кәдімгі пломбирдің иісі шығып тұр ғой. Иіскесең әдемі. Күштегі. Қарапайым түрі мынау пломбирмен. Екеуінің қатты бір айырмашылығы жоқ. Мынауын жер кішкене бір нәрсе бар екен пломбирмен. Бірақ екеуі ұқсайды түрлері. Түрі ұқсағанмен иісі, дәмі бөлек қой бөлек. Егер сізге видео ұнаған болса, лайк басыңыз. Келесі видеода миндальмен салыстыратын боламыз.